Балалар, біздің алдыңғы тақырыбымыз ауызекі және жақсы сөйлеу еді. Кітап жазбаша сөйлеу түріне жатады. Радио ауызекі сөйлеу түріне жатады десе айттыңдар, иә? Сөйлеу балалар, негізі адамдар бір-бірімен қарым-қатынас жасау үшін, бір-біріне ойларын жеткізу үшін қажет екенін де өздері түсініп әңгімеледіңдер. Енді бүгінгі балалар тақырыбымыз диалог және монолог. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты балалар диалог пен монологты ажырата білу, тапсырмалар орындау барысында диалог пен монологты ажыратып сендер дәлелдеп беру. Апай, мынау диалог, өйткені диалог дегеніміз ол екі немесе бірнеше адамның сөйлеу барысында әңгімелесуі диалог деп аталады. Ал монолог дегеніміз ол өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады деп сендер осы ережені балалар тапсырманы орындау барысында дәлелдеп отырасыңдар. Бүгінгі сабағымыз балалар қызықты екен. Балалар, 9-шы бет, 3-ші қоңырауы тұр, 10-шы тапсырма. Өлеңді дауыс ырғағымен оқы. Бүлдірген кереміз балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз балақай. Алақай. Айға шығып барамыз балақай. Алақай. Кел ағаш жарамыз балақай. Әй, атай. Өлеңдегі кейіпкерлерді анықта. Олардың саны нешеу? 11-ші жаттығуға қараймыз балалар. Өлеңді түсініп оқы. Мен қазақтың тілімін. Мен қазақтың тілімін. Беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа тәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрін. Менімен тез іске асар ойға алған арманым. Өлең не туралы? Ол неліктен тілдің атын сөйлеп тұр деп ойлайсыңдар. Өзің қорытынды жасап көр. Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөзі ол ендеше балалар, бұл өлең монолог екен. Өйткені бұл өлеңде балалар тек қана бір адам атынан сөйлеп тұр. Біздің ана тіліміз, өзіміздің туған тіліміздің атынан сөйлеп тұр сендерге. Бұл балалар монолог екен. Біз алдыңғы 12-ші жаттығуды көшіріп жазамыз. Мақалды көшіріп жаз дейді. Аз сөйле, көп тыңда дейді. Мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып, асты сыз дейді. Мақалды оқимыз, оның ішінен мағынасы қарама-қарсы сөздерді тауып, оның астын сызып қояды екенбіз, балалар. Балалар, 13-ші жаттығуға қараймыз. Түлкі мен қырғауыл ертегісінен қорқамын. Жерде әртүрлі аңдар бар. Жеп қоюы мүмкін. Ал балалар, ертегі үзіндісі диалог ба, әлде монолог ба? Оны дәлелдеп айтып бере қойыңыз.